Қордайлықтар құлпынай өсіруді мықтап қолға алған. Мәселен, ауданға қарасты Сарыбұлақ ауылдық округіндегі Благовещенко серіктестігі өнеркәсіптік ауқымда құлпынайдың альбион сұрпын отырғызуды бастады. Бұл ретте мемлекет тарапынан да қолдаулар көрсетіліп, шаруашылыққа субсидия бөлінуде. Басын көтеріп, елден сұрағанша басын иіп жерден сұрайтын дихандар қауымы қазіргі көктемгі дала жұмыстарына мықтап кіріскен шақ. Ала жазда егінің бабын жасау үшін осы кезден барлық құрал саймандарын сайлап алған шаруа тілімде жерден жылдық азық жинауға бел байлап қызу тірлікке араласқан. Сондықтан биылғы жылы да ауданның еңбеккерлері барын салуда. Жылдағы дәстүрлі дәнді дақылдармен қатар жемістің жаңа түрлеріне де ден қойып келеді. Мы находимся на клубничном поле. Мемлекеттен көп көмек алып жатырмыз. Осының арқасында мол өнім алуға барлық жағдай жасалған. Құлпынай өсіру табысы мол іс. Ол жыл сайын өнім береді. Ең бастысы барлық технологияны мұқият сақтаған үшін. Бүгінде шаруашылық дихандық жұмыстарын жандандырып келеді. Озат технологияларды енгізіп, жеміс-жидектік және көкөніс кластерін де дамыту үстінде. Айта кетейік, былтыр құлпынай көшеттері 10 гектар жерге отырғызылып, одан 5-6 тонна өнім алынған болатын. Серіктестік компания бүгінде 300 мың көшет сатып алған. Ал жоба түгел іске асқан жағдайда жылына 200-300 тонна өнімге қол жеткізуге болады дейді мамандар. Данагүл Жанатқызы, Еркін Қатбеков, Айбек Накен, 7-7 News.